Сол балдарды бір жыл істеп, бір жылдан кейін жеке шықтым мен. Бұған қазір 4-ші поколение қойылып жатыр. Стак деген оборудование. Бұны қоямыз дедік, бірақ қоятын жер табылмады. Бұдан да мықты қазір басқа редуктор қойдық. Сарафанный клиенттер ғой, бір-бірін естеді, сөйтіп келіп жатыр ғой. Қазір жан-жақтан келеді. Некачество нелерге орнып қалады, содан кейін моторда проблема болады. Машинаның өзінің жалпы проблема болады. Бензиннің форсункалары тесттер бітеліп қалады. Аптасына бір рет болса да, хотя бір 30-40 километр бензинмен жүріп тұрған жақсы. Ассалаумағалейкум достар, бүгін газ оборудование саласын түсіретін боламыз. Құдай қаласа, сіздерге керемет ұсынысымыз бар, видеоның ортасында көрсететін боламыз. Және де бұл салада қанша ақша табуға болады, және де бұл газ оборудование жаңағыдай қаншалықты зияны бар, қаншалықты плюс минустері бар екенін білетін боласыздар. Сол үшін біздің каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк, дизлайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де біздің видео міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең қызықты қаймағы сонда болады. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз газ оборудование орнататын жігітпен танысатын боламыз. Яғни бұл жаңа газ оборудование қанша ақша табуға болады, оның зиянын және де пайдасын білетін боласыздар. Біздің бүгін кейіпкеріміз досым Ерлан. Ассалаумағалейкум. Бүгін яғни машинаға газ орнатып, оның жаңағы зиянын и пайдасын білетін боласыздар. Кеттік па? Кеттік. Ал Ереке, жалпы мынау газ оборудование негізі қалай келдіңіз бұл салаға? Салаға менің туған інім осыны оборудование сататын. Соған бір күн жұмыссыз қалғаннан кейін барып айтқам, осы жұмыс тауып бер деп. Сол інім көмектескен. Осы жұмыс балдарға, бір-екі балдарға жіберді. Сол балдарды бір жыл істеп, бір жылдан кейін жеке шықтым мен. Содан кейін басталды осы газ оборудование. Яғни бір жыл өзіңіз бірінші үйреніп алдыңыз ғой, иә? Бірінші үйреніп алдым, содан кейін жеке шықтым. Өзімнің машинам бар еді. Кішкене гаражым бар еді, осы жерде. Машинамды саттым. Содан кейін басқа гараж көтердік қой. Жалпы мынау қазір бүгін мынау Mercedes Avantgarde келіп тұр алдыңызға. Жалпы бұның оборудованиялары негізі өзі 4-ші поколение дейді, 3-ші поколение дейді, 5-ші поколение деп шығып жатады қазір. Соны жаңағы қайсы дұрыс емес екенін айтып кетсеңіз. Бұған қазір 4-ші поколение қойылып жатыр. Стак деген оборудование. Бұл жерде қазір объемы үлкен бұл машинаның. 4-3 объемы. Соған қарап, қазір мына осында мықты-мықты редукторлар қойып жатырмыз қазір осы жерде. Бұл жерде еще тағы да форсункалар бар. Клиент таңдаған өзінің нелері бар. Скоростной форсункалар бар. Осыны қойып, қазір қойып береміз осы оборудование. Бұл жалпы нешінші бұл? Бұл 4-ші поколение бұған. Бұған өткен 4-ші поколение кетеді. Осы оборудовение қазір клиент таңдады. Негізі қымбат оборудовение қойып беріп отырмыз қазір осы оборудовение. Негізі сіздерге клиент жаңағыдай газ осы жақында түсті ғой. 60 теңге түсті, алдын жаңағы 120 теңгеге дейін шықты. Соның зияны жаңағыдай бар ма сіздерге жұмыстарыңызға? Жалпы маған зияны қалай айтсам болады. Мен өзім клиенттерім бар, уже 6 жылдан бері істеп келіп отырмын. Маған ол қалай айтсам болады, қатты неткен жоқ. Енді әрине мына газ түскені халыққа да сәл жақсы болып қалды, маған да сәл жұмысым көбейді. Атак жұмысым болды. Газ қымбат болса да өзім клиенттерім бар. Солар келіп жөндетіп. Астына ремонтпен ремонт болды бізде. Қазір уже газ түскеннен кейін уже нелер уже машина көбейе бастады. Мынау қандай редуктор бұл? Нешінші, 3-ші поколение ма? Ол негізінде 4-ші поколение редуктор. Емір деген редуктор. Бұны қоямыз дедік, бірақ қоятын жер табылмады. Бұдан да мықты қазір басқа редуктор қойдық. KM Gold деген редуктор.
Бұдан осыдан да жақсы, мықты характеристикасы өзін жақсы көрсетіп тұр қазіргі неде. Екеуі де жақсы редіп тұр, бірақ жалпы. Біз бағана таң қалғанымызда негізі гаражыңызда сыртында реклама жоқ. Жалпы клиенттер қаяқтан келеді? OLX-тен келе ма, YouTube-тан болмаса клиенттердің жалпы қаяқтан пайда болып отыр? Менде негізінде реклама ештеңе жоқ менде. Басында бергем, ол бірақ дұрыс бермеген ба? Сарафанный клиент ба? Сарафанный қазір, сарафанный клиенттер ғой, бір-бірін естеді, сөйтіп келіп жатыр ғой, қазір жан-жақтан келеді. Жалпы разы болған клиент, егер де клиентіңіз разы болатын болса, онда жаңағы сарафанный клиент арқылы клиент келетін болады. Яғни енді не дейді, клиенттер сіздің жұмысыңызға как довольный болғаннан кейін қайтып өзін айналып келіп жатыр ғой. Иә, бір-бірін айтып сөйтіп келіп жатыр. Енді біздерде енді қолдан келгенше қалай айтсам болады, качественно істегенін жақсы көремін. Өзім негізінде бұл хоббим десем де болады. И қалай айтады, орысша с душой работает, да? Негізі өзіңіз андай моторға, техникаға жақсы көресіз ғой жалпы. Жақын, еще істеген жұмысымды қарап, өзім рахаттанамын да негізінде. Істеп, сөйтіп рахаттанып, қарап тұрам, кемшіліктерін қараймын, кейбір кезде тағы да переделка істеймін. Өзім осында переделка істеп, нелерді жақсы көремін өзім. Жалпы ғана клиенттің өзі риза болып, бұл жерде рахметін айтып кеткенге не жетсін негізінде. Өзім жұмысымды сүйіп істеймін дейсіз ғой? С любовью дейді ғой? Жалпы барлық машинаға қоюға бола ма газ оборудование? Бар, негізінде қойылмайтын машиналар да жетеді, бірақ жалпы бізде қазір осы Шымкентте жүрген машинаның барлықтарын қоюға болады негізінде. Үшінші поколение бар, екінші поколение, мысалы, төртінші поколение. Бағасы жаңағыдай айтып кетсеңіз, үшінші поколение, төртінші поколение жаңағыдай, мысалы газельдерге қояды, жаңағыдай баяғы советский машиналар қояды, болмаса осындай қымбат машиналарға қояды. Бағасын айтып кетсеңіз да, мысалы, поколениямен. Бағасы қазір 100 мыңнан басталады негізінде бағалар. Ары қарай кете береді. Үшінші поколение әрине арзан ғой, несі карбюратормен не. Карбюратор болады, моно болады, олар болса арзаннан болады, сол 100 мың теңгеден басталады. А так төртінші поколение уже 150 мыңнан жоғары ғой. 150 мыңнан жоғары кете береді уже. Әлі отырмыз бұл жерде форсункалар мысалы бар. Қандай комплектация? Форсунка деген осы ғой, а? Осы ғой, мысалы мықты форсунка, барракуда деген форсунка. Бұл жаңағы, получается, автоматический газге, автоматический бензинге өзі қосыла береді, иә? Мына жерде редуктор тұр, бұл жерде редукторда датчик температура қосылады, жалғанады бұл жерде. Машина қызғаннан кейін 40 градустан кейін өзі автоматически қосылады. И сонымен газбен жетіп кете береді. Жаңағы көбісінде адамдарды естеміз де, мотор жаңағыдай құртылып қалады дейді, сухой болып қалады, солың зиянын жаңағыдай несін айтып кетсеңіз, пайдасын айтып кетсеңіз, мотор негізі құртылады деген рас па? Ол негізінде өтірік нәрсе ғой негізінде. Мысалы, мотор бензинмен жүрсе де ол кетеді, газбен жүрсе де кетеді ол. Дұрыс комплектация таңдалмағаннан кейін сондай осындай проблема болады. Негізінде қымбат оборудование жақсы қойылса, мен көрдім, жақсы кейбір машина қойып берген. Жақсы оборудование, мысалы, 4-5-7-терге оларда 2-3 жыл болды, әлі жүріп жүр ғой. Проблема жоқ, иә? Проблемасы жоқ, өйткені олар жақсысын таңдады, одан кейін жақсы жүріп отыр да олар. Арзан китайский оборудование бар, қазір базар толы Қытай ғой негізінде. Қазір халықта да қазір негізінде ақша жоқ. Олайша мертвый сезон дейді ғой, арзандан қойғысы келеді. Сондықтан осында некачественный нелерге ұрынып қалады, содан кейін моторда проблема болады, машинаның өзінде жалпы проблема болады. Негізі айтып жатады ғой, то что хотя бір аптада 10 күнде бензинмен жүру керек деп, ол қаншалықты рас? Ол негізінде жүріп тұрған жақсы, өйткені газмен істегенде газдың форсункасы істейді бұл жерде, жұмыс істейді. Бензиннің форсункасы камера сгоранияның ішінде тұрады. Олар оның ішінде қанша мың от болады да, ішінде жағылады, қысымымен. Компрессия. Жағылады да. Содан кейін не десем, бензиннің форсункалары тесттер бітіріп қалады. Аптасына бір рет болса да, хотя бір 30-40 километр
бензинмен жүріп тұрған жақсы негізінде. Аптасына, иә? Аптасына бір рет. Сол кезде уже мотор жаңағыдай кетпейді, иә? Ұзақ шыдайды. Иә, ұзақ шыдайды. Ремонт аз да болады. И бұл жер тағы да кетеді деген проблема, мысалы фильтрлер бар да. Газдың өзінің фильтрлері бар. Соны уақытысында ауыстырып, диагностика істетіп жүрсе, сол кезде ол проблема болмайды. Жаңағыдай ютубта қаптап кетті андай видеолар, машина жарылады, жаңағы газ оборудование қоймаңдар, ой, машина жарылып кетеді, опасно для вашей жизни дейді. Сол негізі не үшін машиналар жарылады? Өйткені водительдің өзінде кінә ғой. Уақытысында иіс шығады, соны устранить етпейді. Соны устранить етпегеннен кейін сол жарылады. И содан кейін мына жерде газ көрсетейін, мына жерде осының мультиклапының арзанын қоймау керек та. Өйткені біздің Шымкент ыстық қой, жаздың күні. Арзанын қойғаннан кейін, мысалы мына жерде сбросный клапан бар, сол сброс ету керек та бұл газды. Бұнда қазір арзаны қояды, бұның арзанның ішінде мынандай мультиклапан болмай, анандай сбросный клапан болмайды да. Осыларға мән беру керек негізінде. И бұл үшін оборудование қоймауға тырысу керек негізінде. Баллондардың өздерінің несі бар. Бір 2 жылда бір испытание өтіп тұру керек, содан испытание өткеннен кейін добро береді, 1 жылға. Сөйтіп нетіп тұру керек қой. Негізі взрывке осы ғой негізі. Осы ғой негізінде. Осылар үшін мысалы соединение трубкалары бар, мысалы трубкалар бар. Трубка алюминиевый болады и пластмасса болады, да? Кажется, ондай ма или? Стальной бар и пластик трубкалар бар. Пластиковый, иә? Пластик трубкалар. Қазір көбінше қазір пластик трубкалар қойып жатырмыз қазір. Сол безопасный пластиковый ма алюминиевый? Бензинді қаншалықты экономдайды? Жаңа газ и бензин екеуінің расходы қаншалықты экономдайды? 50-де 50 ма или? Жоқ, қазіргі бағамен қарағанда почти 7% деп 7% үнемдейді, иә? Иә, 7% үнемдейді ғой. Өйткені қазір бензиннің бағасы 170-ден жоғары ғой. Газ 60 теңгеді, мысалы. Осы машина қазірді 4/3 объемы. Объемы, иә? Бұған еще 92 құймайды, бұған 95 құйылу керек та. Ой, 200-ден асып қой, иә? 200-ден асып береді. Егер мысалы андай жаңа рекламасыз жұмыс істеп жатыр ғой. Егер реклама негізі көбейсе, то уже масштабированияға неңіз бар ма негізі? Ниетіңіз бар ма? Ниет бар, иә, негізінде өзгенде гараж көтеріп, істеп, істеген. 4-5 гараж, жаңағы шәкірттерді үйретіп. Иншалла, ниет бар ғой. Егер де мысалы сіздерге шәкірт келсе, үйрете аласыз ба негізі? Қанша уақытта үйренуге болады негізі? Бұл жерде уақыт білмедім, бұл жерде шәкірттің өзіне де байланысты. Осы техника түсінетін болса, тез үйреніп кетеді. Мысалы мен өзім қаншама техника айдап тастадым. Мысалы автовый УАЗиктен басталып, БелАЗға дейін бітірдік қой. Бәрі бүкіл техниканы айдап, содан кейін осы. Бірақ уже негізі шәкірт уже үйреттіңіз ғой, сіз айтып жүрген едіңіз шәкірттерім бар, үйреткем, қаншама шәкірттер үйреттім. Істеп жатыр, бір-екеуі істеп жатыр. И сосын не, газ баллонның оборудованиялары бөлі жаңағыдай таблетка қояды, запасныйға. Қара таблетка қояды. Бөлі жаңағыдай пропан, не дейді, деу, ұзын баллондар қояды. Соның қандай разницалары бар? Ол разница ештеңесі жоқ, ол 4-ке де, 3-ке де бәріне кете береді, ол негізінде. Бұл жерде тек қана подзапасқа қоятын болса, мысалы, кейбірсінде универсал болады, мысалы, да? Универсал, оған жүк арту керек, бірдеңе арты сол кезде подзапасқа қойылады. А так, разница жоқ, клиент қайсын таңдайды, соны қойып береміз, ол 4-3 деген правда бөлінбейді оларда. Сондықтан. Негізі, мысалы, мынау оборудование сіз бағана айттыңыз ғой, то что 100 мың теңгеден бастап 300 мыңға дейін дедіңіз ба? 400 мыңға дейін бар. Примерно қанша процент пайда қалады, соны айта аласыз ба? Мысалы, 100 мың теңгеден қанша процент қалады пайдасы да енді? Пайдасы енді примерно 10 мың, 15 мың, 10%, 20% дегендей да? Алла шүкір, жетеді онысы. Оны пайдасы қазір бағада өсіп жатыр, қазір оборудование бағасы өсіп жатыр. Көпте қалатқан жоқ негізінде қазір. Спрос болған сайын оборудование қымбаттай береді. Біздің жұмысымыз бірақ
да уже сәл қымбаттап алып біздің жұмыс. бір күнде бір машинаны қоюға бола ма азаннан кешке дейін? Болады. Бір күн қоюға болады. Көмекші, қасында көмекші болса қоюға болады. Қазір мысалы көбісі жастар мысалы біреулер мысалы ремонт жасайды, мотормен ремонтпен айналысады, біреулер жаңа автоэлектриктер бар. Но біреулер жаңа өзінің жұмысын махаббатпен істемейді. Жалпы егерде тырысып махаббатпен жұмыс жасайтын болсаңыздар, то кез келген негізі жетістікке жетуге болады. Яғни бүгін біз мынау саланы түсіріп жатырмыз. Бұл саланың негізі жалпы плюсы то, что негізі бензинге қарағанда бұл ауаны не дейді андай? Не болады? Загрязнение аз ғой болады, дұрыс па? Экология қарағанда экологиясы жақсы да? Зиян тимейді экология, өйткені бұл жерде бензин сияқты көп не жоқ та бұда. Вредность жоқ та өйткені. Бір жағынан моторға да мен ойлаймын, что пайдасы бар да, өйткені бензинмен істеген машина бәрібір нагар жинайды, не жинайды, газды ондай нагар жинау деген жоқ та, өйткені кейбір мотористер бар, сөйлесем, олар ашады, головкаларын ашады, поршындарын ашады, бәрі таза тұрды. Негізі кейбір мотористер қолдайды осы газбен жүргенде. Кейбіреулер жамандайды. Әркімнің өзінің әртүрлі несі бар ғой, мнениесі бар ғой. Әркім әртүрлі деп айтып, маған лично өзім білмедім, газдың өзі проблемасы жоқ деп ойлаймын негізінде. Неше жыл болды айналысып жатқаныңызға осы газ оборудованиемен? Оған уже 6-шы жыл кетті, осы жерде істеп жатқаныма. Жақсы, мен өзіме ұнайды негізінде. Мағаннан кейін істеп жатырмын. Негізінде мен ұламаған жұмыс па негізінде. Көңіл бөлмеймін дейсіз ғой? Көңіл бөлмеймін ғой негізінде. Жалпы жастарға енді көбісі мысалы үйренем дейді, бірақ тастап қояр жарты жолға, не дейді, жарты жолдан кетіп қалады ғой. Жастарға өзіңіз бір не дейді, не деп айта аласыз, қандай совет бере аласыз жастарға? Жастарға айтатын көбінесе қазір мысалы учениктер келеді, қанша бересіз деп сұрайды, айтады. Мен айтамын, орынға. Сен бірінші үйрендім да. Үйрен. Керек болса осы гараж тастап кетемін да. Жақсылап үйренсең дейді. Көбісі қазір ақшаға қызығады, білмедім неге ондай қазір баяғыда біздер мысалы бірден үйренемін десек, бар тегін істейтіндік қой негізінде. Өзіміз үшін? Иә, өзіміз үшін мысалы келешегі бар жұмысты тегін барып үйренсе де болады негізінде. Қызықса, ол қызыққан адамға ол емес қой. Қалайсың ба? Біздер мысалы құрылыспен айналысамыз ғой. Менде де жаңағыдай шәкірттер бар. Тоже жаңағы күніне қанша бересіз дейді да. Мысалы 6 мың, 7 мың, 10 мың теңге берем десе, келеді уақыт өткізу үшін жұмыс жасайды да жалпы. Но жаңағыдай бір апта істейді, 10 күн істейді, кетіп қалады. Оған жаңағыдай ондай адамдарға 20 мың берсең де бәрібір не дейді андай разница жоқ та. 2 мың теңге ал, 3 мың теңге ал, 1000 теңге ал, болмаса не дейді, бір жаңағыдай бір кәсіпте егерде ақша болса, соны негізі тегін болса да үйрететін адам болса, соны табатын болсаңыздар, кез келген кәсіпті үлкен пайдаға табуға болады. Мысалы қазір средний айлық, былай статистика бойынша 100 мың теңге, 150-200 мың теңге. Дұрыс па? Егер жаңағыдай бір жыл кірісіп, осы жұмыспен жаңағыдай любой бір кәсіппен айналысып кетсеңіздер, көп болса бір жыл уақытыңыз кетсе, зато уже екінші жыл нормально уже табысқа шығатын боласыздар. Кез келген нәрседе лучше жаңағыдай ошибка жасап, үйреніп, одан кейін өзін мастер болған жақсы ол, дұрыс па? Дұрыс қой, мен де мастер қазір өзімді айта алмаймын негізінде, бірақ қолдан келгенше қазір тырысамын үшін. Жақсап істеп беруге, мысалы, мен де қаншама ошибка істедім. Сол ошибкамен опыт жинадым ғой негізінде. Қазір
ишин маған билмейм азыр ремонт бар, установка маған лично өзүмө проблема жок да, азыр уже билем уже. Ошибкадан үйренгем да уже канча машина. Орысша айтканда учиться на ошибках дейді ғой. Ошибка артында жанагыдай үйреніп, сол ошибканы уже екінші рет қайталамауға тырысасың ғой. Жерге жалпы жанағы метан дегенде шыққан ғой, основной енді Өзбекстан елінде көп пайдаланады да, бізге әлі келмеген ол, Жоқ, метан бар ғой бізде. Мысалы, мына Қазақстанда бар ма? қалада жүрген автобустардың бәрі метанмен жүреді. Олар бізде заправка дамымаған ғой ол жерде. Көбінше бізде пропан дамып кеткен. Разницасы олардың пропан жидкий газ, метан ол сжатый газ дейді да. Мысалы, үйдегі газ, природный газ бар ғой, соны қысыммен кіргізіп береді да баллонға. Ол жерде мысалы пропанда 16 атмосфера болса, метанда 200-ден жоғары ғой ол жерде пропан. И бактары да олардың үлкендеу болады, темірлері қалындау болады ол негізінде. Бізді білмедім, ол дамымаған негізінде. Бағада разница бар ма ол метанда? Бағада разница бар. Біз метан вроде арзан жүреді. Метан арзандау жүреді. Арзандау жүреді, чем пропанға қарағанда. Бұл здание негізі өзіңіздікі ме, или аренда ма? Жоқ, бұл жерде өзімдікі бұл, гараж. Өйткені арендадан шаршағым, дұрысын айтсам, негізінде. Өзімдікі болған жақсы ғой. Еркін жұмыс істейсің. Содан кейін Клиенттер не бар жатыр ма, маза бермей жатыр ма? Клиенттер маза бермей жатыр. Жалпы негізі геолокация не бар ма? Мысалы, қай жерден ашқан дұрыс, мысалы, осында С100 жаңағыдай, мысалы бізде Шымкентте Қатын көпір деген бар. Запчасть алады, мысалы, базар ғой енді Қатын көпір. И жаңа бәрі удобно сол жерде істейді да. Сіздерге геолокация разница бар ма? Енді бұл жерде жақсы маман болсаң, бұл жерде геологиясы керек емес. Өйткені халық естіп келе береді бұл жерге. Қаяқта болсаң да. Самғылам бұл жерде жақсы істесең, качественно істесең, адал істеу керек негізінде. Мысалы, менің жұмыс жерім қаланың шеті, кішкентай өзімнің гаражым бар, ол жерде істеп жатырмын. МЖК текстиль деген жер. Клиенттер қарамайды негізінде. Жақсы істесең келе береді, любой жақтан келе береді. Негізінде ходовой жерлер жақсы ғой. Сіздерге мысалы егерде шәкірт келсе, ереке, мен үйренейін, тегін істеймін, маған жаңа үйретсеңіз болды десе, қабылдай аласыз ба шәкірттер? Қабылдаймыз, қабылдаймыз, үйретемін, қолдан келгенше бәрін үйретемін. Өйткені өзіміздің қазақ балдар үйреніп, жақсы специалист болған маған да жақсы ғой негізінде. Қолдан келгенше үйретеміз ғой. Келсін, пожалуйста. Бар несін, немді, білімді, тәжірибемен көрсетеміз, үйретеміз бәрін. Негізі бұл бір бизнестің несі ғой енді, бұл да бизнес қой. Қанша ақша табуға болады да негізі. Мысалы, газ установкада онша көп пайда жоқ дедіңіз. Енді не дейді андай? Как автоэлектрик ретінде ғой. Мысалы, автоэлектрик өте маржасы көп. Мысалы, бір автоэлектрикке баратын болсаң, әшейін тигеніне, мысалы, 20 мың теңге, 10 мың теңге айтады. Біреулер жаңағыда оған не дейді, наразы да, ой, қолын түртті, 20 мың теңге алып қойды деп. Енді бұл жерде опыт бар да ол. Мысалы, басқа бір электриктер білмейтін нәрсесін, анау маман біледі. Сіздердің салаларыңыз дәл сондай ғой жалпы негізі? Бізде сондай, мысалы, бұл жерде де ақша істеуге болады, 300 мыңнан жоғары табуға болады. Негізінде жақсы істесең, клиенттерің көп болса, табуға болады. Өзіңе байланысты бұл жерде. Самғылан бұл жерде качественно істесеңдер, адал істеу керек негізінде. Өтірік алдамау керек. Качественно істесең, адамдарды көбейеді, ақшаң табысың да көбейеді. Жалпы ол техника ғой енді, техника не дейді андай, бұл құрылыс емес. Техника егерде жаңағыдай бір жерде бұзылып қалатын болсан, уже сразу боқтайды. Электрик болсын, автоматарист болсын, ходовщик болсын, ой, еп пашымат, жаңағы қолынан келмеді, істей алмады деген дейді. Енді егерде жақсы мастер болатын болсаңыз, осы жұмыспен жақсы жаңағыдай шын көңілмен, махаббатпен жасайтын болсаңыздар, негізі клиент үзілмейді деп ойлаймын. Негізі пандемия сізге үлкен зияны болды ма, пандемия? Жоқ, менде пандемия
негізінде кедергі жасаған жоқ. Кедергі жасаған Маған мен өзім жеке үйім ғой, үйімнен ашқам. Барлығы жабық тұрады, бірақ негізінде клиенттер келеді, сол кезде обслуживание істеген, сол жағы ыңғайлы да маған. Мысалы, кейбір источниктер жабылып қалды, мен негізінде істей бердім ғой. Пандемия кезінде де. Жабылған жоқпын дейсіз ғой. Негізі клиенттер қандай причинамен көбісі келеді? Бұзылып келеді ғой сіздерге, ремонт жасайсыздар. Қандай основной негізі? Автовладелецке қандай ұсыныс бересіз мысалы бір? Основной проблема бұл жерде уақытысында фильтрлерін ауыстырып тұрса проблема болмайды, и уақытысында көрсетіп тұру керек. Основной проблема бұл жерде редуктор бар, форсунка бар, солар ғой проблема негізінде. И водительдің өзі қарап уақытысында ауыстырып жүрсе проблема болмайды деп ойлаймын негізінде. Гарантия қанша, мысалы газ установкаға қанша гарантия бересіздер? Гарантия бересіздер ма? Біздер мен өзім жұмысыма гарантия беремін, бірақ газдың качествосына гарантия бере алмаймын ғой. Бұл жерде газдар. Енді мысалы анау газдың иісі шықпайды деген дейді, иә? Енді 1 жыл гарантия бар негізінде. Гарантияны істеп береміз ол жағында. Бір жақ, мысалы, кейбір кезде қоямыз, редукторлар отказ болып қалады. Қоямыз, мысалы, ішінде брактар да болады ғой, бұларда. Брак жоқ деп айта алмаймын, болған кезде ауысып береміз. Жақсы, керемет сұхбат болды. Жалпы егерде машина жаңағыдай мотор жөндейтін балдар болса, болмаса жаңағы қызығатын болса, осы Ерлан бауырымызға келіп үйретем деп жатыр. Жаңағыдай енді братан қанша бересің маған ақша, мен үйренемін деп келмейсіздер. Сіздер бұяқа тегін келесіздер, үйренемін десеңіздер, жаңағыдай полный опытпен бөлісемін дейді. Минимальный 300 000 теңге табуға болады деп жатыр. Енді ар адамға өзіне байланысты қанша табуға болатын. Рахмет Ереке, жақсы сұхбат болды. Құрметті достар, сіздерге ұнасын деп, сіздер жаңағыдай бір саламен басталып кетсін деп, кәсіпкердің құпиясымен бөлісуге біз ардайым дайынбыз. Және де бұл саланы тегін үйренуге болады. Бағанағыдай уәде еткендей. Біздің каналымыз арқылы келетін болсаңыздар, кәсіпкерлік құпия каналынан келіп десеңіздер, сіздерге тегін үйретіп беретін болады. Ерлан бауырымыз тегін үйрететін дейді. Сол үшін мынау номерлерді, астына номерлерді, адресті, инстаграмды белгілеп кететін боламыз. Звондаңыздар, үйреніңіздер, кәсіп жасаңыздар, бай болыңыздар.